осы көбінде өзі әр ұлттың мінезі бар, табиғаты бар. Бірақ енді бір қазақ өте бір қайғы қасіретті көп көргенбіз, әртүрлі қиыншылықтар басымыздан өткендіктен бір өткенде өшіміз, кеткенде кегіміз бар сияқты бір тарихтар өтті ғой басымыздан. Сондықтан бізге ең үйренуге тиісті бір қасиет өмірде өзіміздің орнымызды дәл табу. Ол маман болсақ та, іні болсақ та, аға болсақ та, әке болсақ та, бауыр болсақ та. Көбінде қарасаң бір мысалға ер азамат біреудің әлпештеген қызын алады, бірақ жауапкершілік арқалауға әлі дайын емес, еркек ретінде өзінің орнын таппай жатады. Әйел адамда мысалға бір жерге келін болып барғанменен әлі күнге бүтіндей жаңағы өзінің өмір сүрген отының басынан рухани тұрғыда ұзап шыға алмай жатады, рухани тұрғыда. Немесе бір қызметте жүреді, сәл айлығы көтерілсе бастығымен ерегіседі. Немесе бір кәсіпті бастап, сол кәсіптің енді нәтижесі шығайын дегенде жалығады да басқа бір кәсіптің тізгінін ұстап, соған секіріп кетеді. Не мынаны қатырмайды, не ананы қатырмайды. Яғни бірақ секіріп шығып, бірақ секіріп түсем деп мертігетте жатады деп абай айтқандай, бір өзінің орнын дәл табу қазіргі қоғамдағы жастардың ең үлкен проблемасы. Бұның негізгі сыры неде дегенде, бұрындары біздің қоғамда балалардың немесе жастардың өмірде орнын тауып беретін жауапкершілік арқалаған адам көп болатын. Оның әке-шешесі, туыс-туғаны, ауылдың молдасына дейін, биіне дейін, шонжарына дейін, байына дейін баланың қасиетіне қарап, әке балаға сыншы деп, соның болашақта кім болатын, кіммен араласу керек, қай бағытта жүру керек, не нәрсені дамыту керек дегенде бәрі қоғам болып, төңірек болып ойланып жүретінді, ол бала шатасуға мүмкіншілік қалдырмайтын. Адасуға, өзінің орнын таппай қалу өте қиын шаруа еді. Ал қазір ешкімде ешкімнің шаруасы жоқ. Бала мектеп бітірді ма, қолына құжатын алды ма, қоғамға қосылды, ұрылады, қағылады, соғылады, сөйтіп жүріп жастық шақ өтеді, есіл өмір өтеді, тәубеге келіп есін жиям дегенше егде жасқа келіп қалады. Сөйтіп есіл өмір өтіп жатады. Сондықтан біз бір-бірімізге шама шарқымыз жеткенінше, әсіресе өзіміз тиісті болған адамдарға өмірде орнын дәл табуға көмектесуіміз керек. Бұл қазақтың табиғаты, бұл қазақ ұлтының кәдімгі қанымен, қасиетінен бері келе жатқан бір ұлы жауапкершілік.